Баршаңызға сәлем достар. Бүгін компот жасап көрсем сіздерге. 20 литр қайнаған суға 70 грамм каркаде шайын қосамыз. Бірден қызыл түс береді. Көбірек қосылса осылай алып тастаңыздар. Компотқа мен апельсиннің орнына шие қосып едім. Бірақ соңында қайтадан апельсин қостым, себебі апельсин жақсы дәм береді шиеге қарағанда. Және де лимонды салған кезде бір штук лимонды компотқа саламыз, қалған бір штугын алып қаламыз. Алманың да 3-4 алма жарайды. Және де мята тоже 70 граммдай қосамыз. Қайнатқан кезде тек қана 5 минут, 7 минут әрі кетсе ұстайсыздар. Себебі көп қайнап кетсе өзінің дәмін жоғалтып бастайды. Осы аралықта біз қантты салатын боламыз. Менде видеода түспей қалған. Қантты егерде қайнағаннан кейін құятын болсаңыздар, тез еріп кетеді, дәмі болмай қалады. Сол үшін осының барлығын 5-7 минут қайнатып болғаннан кейін барып қант саласыздар. Кейін алып қалған лимонымызды ортасынан бөліп осылай суымызға сығып аламыз, жақсылап. Осы бір жасағаннан 30-40, 05 компот шығады. Литрмен 20 литрдай шығады. Баршаңызға сәттілік, жасап көріңіздер, өте жақсы шығады.